Түркістан қаласы 1 мөлтек ауданы 29 үйдің тұрғындары кейбір келеңсіз жағдайларымен және жылу мәселесі бойынша редакциямызға хабарласқан болатын. Осы біздің репортажымыздан кейін жылудың берілгенін айтты. Сын түзелмей, мін түзелмейді демекші, халық дән риза. Өзекті мәселелерді шешу мақсатында халық үшін қызмет етуге әрқашан дайын екенімізді айтқымыз келеді. Басты міндет халыққа қызмет. Үйлеріңіз жылы ма, Асема апай? Кешеден кешке таманнан бастап жылу болды. До того алдында көріп кеттің ғой, ничего не было. Мы специально тебя пригласили. Сен көрсін деді. Бұдан кейін ютубқа шығарған, бірақ бізден сұраныс мақұлма, мен күйеуім Ну, жылуы қазір болды ғой. Енді кешеден бері бұрын қаяқта жүрдіңдер, бұрын жалып кеткенде қаяқта жүрдіңдер сендер. Но мы... А енді как вас начали теребить, вы все прибежали. Апа, үйіңіз жылы ма? Жылыды кешке таман жылды, кешке таман. Жылды ма? Мынаны да көрсетті, сені де көрсетті. Нағим апай, жақсы ма жағдайыңыз? Жақсы.